Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай ерекше сорпа тағам дайындайтын боламыз. Күнделікті қонақ келген жағдайда ет асқанның орнына әдемі көрінетін, әрі сіздің етіңізді экономдайтын рецепт деп айтсам болады. Енді ол үшін фаршты ет тартқыштан өте майда бөлігінен өткізіп алдым. Кішкене фарш қатты майлы да болмау керек, орташа болғаны дұрыс. Пиязды әбден блендермен езіп алдым. Үстіне паприка, тұз, қара бұрыш қосып, жақсылап араластырдым. Егер етіңіз тұзды болса, тұзды аздау қосасыз, тіпті қоспасаңыз да болады. Енді үстіне бір жұмыртқа қосып, қолымызбен жақсылап котлет сияқты ұрғылаймыз. Мен видео барысында 15 минут жақсылап араластырдым. Сосын 10 минуттай қолыммен бір-бірінің үстіне қатты күшпен ұрғылап шықтым. Домалақтап жасаймыз ғой, мантоваркаға пісірген кезде ортасы ажырап кетпеу үшін жақсылап араластырып алдым. Дайын болған массаны 60 грамдай бөліп алдым. Енді ортасына бөдененің жұмыртқасын қоямыз. Сонда ол қадымғы жұмыртқаға қарағанда дөу болып көрінбейді. Ал бөдененің жұмыртқасын қойсаңыз, кішкентай болып, шағын әрі әдемі болып көрінеді. Сіздің тамағыңызды адамға қойған кезде аппетитін ашу үшін вид әдемі болып көрінеді. Енді мантоварканың листін майлап аламыз. Сосын жаңағы дайындап қойған етімізді мантоваркаға саласыздар да, қайнап тұрған суға салып, 35-40 минутта өзі піседі, жарылып кетпейді. Бұл жерде мен майлау еттің сорпасын қайнатып жатырмын. Үстіне міндетті түрде бульон қосамын, өйткені түсі анық шығу үшін әрі дәмді болады. Егер қосқыңыз келмесе, қоспасаңыздар да болады. Үстіне лавр жапырағын, сосын қара бұрыш қостым. Әртүрлі цветтен перец қостым, сосын помидор қостым. Егер помидор, перец болмаса, қоспасаңыздар да болады. Ет пісуіне жақын қалған кезде жарты сағат алдын картоп пен сәбізді салып қойсаңыздар, өзі әдемі формамен жұп-жұмсақ болып, сорпаға зиянын тигізбей әдемі болып піседі. Енді етімізді суығаннан кейін кесесіздер. Міне осындай форма болып шығады. Бірінші осылай ортасынан бөліп кесеге салып аласыздар. Сосын оның үстіне жаңағы қайнап тұрған, дайын тұрған сорпамызды құятын боламыз. Бұл тағам сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде ыстық тағам ретінде қоссаңыздар болады. Келген қонақтарыңызда жақсылап тұрып ішеді. Жасап көріңіздер. Егер видео ұнаса, лайк басып каналыма тіркеліңіздер.